Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай пайдалы видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бүгін сіздермен мынадай жүрек құрағын ши құрақтардан қалай құрау керектігінің жолын көрсетемін. Ол үшін бізге алдыңғы видеоларда көрсетілгендей шыт немесе бөз матасы қажет. 18-ге 18 см және 4-ге 4 см квадрат мата, ені 3 сантиметрлік ленталарымыз қажет. Квадрат матамызды шыт матасының ортасына қойып, айналдырып тігіп шығамыз. Оның бұрыштары осы шыт матасының бұрыштарымен бірдей сәйкес болу керек. Немесе бұл квадрат матамызды құрақтың көзі деп те атайды. Осы матамыздың 4 бұрышының бір бөлігін бір түсті матамен тігеміз, яғни қызыл түсті матамен. Ал қалған 3 бөлігін бір түсті матамен, яғни ақ түсті матамен тігіп шығамын. Мінекей қызыл түсті лента тіккен жерімізге қызыл түсті лентамызды тігеміз, ал қалған бөлігі ақ лентамен тігіп шығамыз. Ленталарымыздың бұрышын осылай шыт матасының бұрыштарымен бірдей етіп тексеріп отырамыз, және ленталарымызды тіккен кезде тегіс жайып, ішінде ауа қалмайтындай етіп, әдемілеп, тегіс қылып тігеміз. Сонда біздің құрағымыз әдемі тегіс болып, түзу болып, мінсіз болып шығады. Құрағымыздың шетінен осылай айналдырып тігіп шығамыз. Артық шығып тұрған маталарды қиып алып тастаймыз. Мінекей екеуі тіктік. Мынау алдыңғы ши құрағымыз алдыңғы видеоларда бар. Енді екеуін беттестіріп, бір-біріне жоғарыдағы мен төмендегісін беттестіріп тігіп шығамыз.
жүрек құрағымыз дайын, мінекей. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен болған Айнұр, келесі видеода кездескенше.